Баршаңызға сәлем, сіздермен жадыра. Бүгін өзімнің студент кездегі сүйікті асым қаттама нанды дайындайтын боламыз. Жасау жолы өте оңай әрі дәмді шығады. Егер қызық болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қаттама нанның қамырын дайындау үшін 1 стакан жылы су, шым тұз және ұн қажет. Судың орнына сүтпен елесеңіздер де болады. Енді қолымызбен ақырындап қамыр елейміз. Ыдысымыздың бетін жауып, салмамыз дайын болғанша қамырымызды тындырып қоямыз. Мен салмасына 4 бас жуаны пайдаландым. Сіздер укроп, көк жуа, зелень болсын қоссаңыздар да болады. Енді жуамызды қызып тұрған майға кішкене қуырып аламыз. Үстіне дәмін келтіру үшін аздап бұрыш себеміз. Жуамыз кішкене жұмсарып қуырылса жетеді. Ол суығанша қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен қамырымыздың көлемін кішкентай қылдым. Негізі өз қалауларыңыз бойынша кестеңіздер болады. Қамырымыздың бетін жауып, кішкене 5 минутқа қоя тұрамыз. 5 минут өткен соң, видеодағыдай етіп, қамырымыздың үстіне кішкене сұйық майды жағып, қолымызбен жайып шығамыз. Үстіне салмасын салып, дәл видеодағыдай етіп, орап шығамыз. Енді табамызға кішкене май құйып қыздырып алған соң, дайын болған қамырымызды қуырып аламыз. Мінекей біздің қаттама нан дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.